Сәлем достар, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Әр күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Бүгін сіздерге ең дәмді әрі мерекелік дастарханға ұялмай ұсына алатын, патша салатын ұсынғалы тұрмын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі ерекше болып шығады. Ең алдымен семга балығын, яғни қызыл балықты майда төркөзерге тураймыз. Жасыл пиязды да майдалап тураймыз. Менде бір бума толық кеткен жоқ. 2 кішірек картоп немесе үлкен бір дана картопты үкіштің үлкен төркөзінен өткіземіз. Өңделген ірімшігімізді, яғни плавленый сырокты да үкіштен өткізіп аламыз. Дастарханымызға ұсынатын тарелкамызға алдымен жасыл пиязымызды салып тегістейміз. Одан кейін қызыл балық, яғни семга балығын саламыз. Семга балығынан кейін үстіне майонез қосып тегістейміз. Келесі үкіштен өткізген картопымызды салып аздап тұз себеміз. Арасына міндетті түрде майонез жағамыз. Өңделген ірімшігімізді, яғни плавленый сырогымызды салып, қайта майонез жағамыз. Енді осыны қайтадан алдында көрсетілген ретпен қайталаймыз, яғни жасыл пияз, семга, картоп, майонез, ірімшік, майонез жағып, ең үстіне қызыл уылдырықпен тегістеп, жасыл пиязбен әсемдеп шығамыз. Достар, каналымның дамуына үлестеріңізді қоса отыруларыңызды сұраймын. Ол үшін алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, төменде қызыл подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, ең алғаш болып жүктелген видеоларымды көре аласыздар. Ұсынған видео ұнаған болса, достарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісуді де ұмытпаңыздар. Лайктарыңызды басып, төменде пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Міндетті түрде әр пікірге жауап беремін. Осымен мерекелік дастарханға арналған патша салаты дайын. Дәмін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Нұржамал.